анимесінің 266 сериясынан бастап 325 серияға дейін, яғни Энис Лобби және Энис Лоббидан кейін деген аркаларын қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларын көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен Фрэнкидің жақтастары Энис Лоббиға басып кіріп, екі гигантты кедергіге тап болады. Ал Луфи болса жалғыз өзі алға шығып кетіп, 100 деген дозорныйларға қоршалып қалады. В общем, Фрэнкидің гиганттары реальный гиганттардан таяқ жеп қалып, ары қарай жүре алмай тұрғанда, Фрэнки жақтағы теңіз құбыжықтары іске қосылып, барлығы күштерін біріктіріп, бір гигантты жерге шегелеп тастайды. Ал екінші гигант кек алмақшы болады да, байқамай өзінің роднойына соққы жібереді. Луфи болса өзін қоршаған 100 деген дозорныйларды бір тамшы терін шығармай шашып тастайды. Спандамға доклад жасап тұрған агент жарақат алған сарбаздардың саны 500-ге жетті деп айтпақшы болып, 5 деп айтып қалғанда сөзін аяқтай алмай талып қалады. Спандам болса жарақат алған 5 адам болғандықтан Луфидің қолға түскендігіне сенімді болып қалады да, барлық CP9-дықтар соңғы 5 жылдан бері алғашқы рет Спандамның кабинетіне жиналады. Колобок бірден барлығының соққыларын өзіне сіңіріп алып, барлығының қаншалықты мықты болғандарын айтып береді. В общем, әшейін дозорный сарбаздың күші 10 дорики болады екен. Сонымен секретаршаның күші 630 дорики, бармендікі 820 дорики, Какудікі 2200, ал Лучтікі 4000 дорики болып кетіпті. Джабура бірден Какудан әлсіз болып қалғанына шатыры тайып, көлеңке арқылы Джабурада фрукт жеп алғандығы белгілі болады. Сонымен қатар Спандамның күші тек 9 дорики болғандықтан, оның мүлдем шайқаса алмайтындығы белгілі болады. Шайтанбас болса бұл әділетсіз деп Текай техникасын қолданып өз-өзіне харакири жасайды да қанжарды сындырып тастайды. Әрмен Спандам жауынгерлеріне алғысын білдіреді, себебі олар тапсырманы 100%-ға орындап қана қоймай, Ника Робинмен бірге еще Катифламды, яғни Фрэнкиді да алып келді. Луфи болса дозорныйлардың көптігінен зайыбалы шығып, қаша бастайды да жолда ғимараттарды қиратып тастайды. Великанмен шайқасып жатқан Пауль болса, қалтасынан 10-даған метр арқан алып шығып, қайтадан күштерін біріктіру арқасында тағы бір қақпадан сәтті өтеді. Басты қақпаға Рокетмен жетіп қалған уақытта, аман қалған дозорныйлар оны байқап қалып, қақпаны жаба бастайды. Зоро Какураға пойыздың жылдамдығын арттыр деп, ал Бақаға алға шығуға бұйырады. Нәтижесінде Бақа заборды майыстырып, трамплин сияқты қылдырып жібергендіктен Рокетмен ұшып кетеді. Дозорныйлар әрине шокта, ал пойыз ұшып барып, жаңағы гигантты чаттан шығарып жібереді де, Зоролар атып шығып, бірнеше дозорныйларды шаша бастайды. Луфи болса қайтадан 100 деген дозорныйларға қоршалып қалады. Рокетмен ұшып келген жерге дозорныйлар жинала бастайды. Какура немересімен заложник екендерін айта бастайды. Фрэнкидің адамдары бұл айлаға дозорныйлар фиксенеді деп тұрғанда, тупой дозорныйлар сеніп қалады. Нами ыстық ауа мен суық ауаны біріктіріп бұлт шығарады да, найзағайлы соққы жібергенде соққының мықтылығынан өзі таңқалып, бәріне Согекингті кінәлай бастағанда Согекинг Усоптан сұрасайш деп ақталады. Найзағайлы соққыны дозорныйлармен бірге Зоро мен Санжида жеп алып, әйтеуір бәрі бірігіп жүгіре жөнелгенде қайтадан дозорныйларға қоршалып қалады. Алайда теңіз құбыжығында отырған Пауль келіп қалып, барлығын арқанымен құбыжыққа отырғызғанда, Согекинг абайсызда қалып қояды. Дозорныйлар қуғынға шыққанда Галилейланың жұмысшылары оларды өз мойындарына алады. Әрмен Спандам Фрэнкиді таптап тұрып, айсбергтің билікпен бірге жұмыс істегендіктен оған қысым көрсете алмағанын айтады. Алайда кім не десе де нәтижесінде сызбалар бәрібір өз қолында. Сол сәтте Робин неліктен Аокиде Спандамға вызов пете тұтқасын бергенін сұрағанда, Спандам Робинді балағаттап, тағы рұқсатсыз сөйлейтін болса, бұдан да қатты таяқ жейтінін ескертіп, Робинді өз мақсатында толығымен қолданатындығын айтады. Сосын бұл жерге Мугиваралар келгенін, алайда уже қолға түскендерін айтқанда, Робин келісім туралы есіне түсіре бастайды. Алайда келісім бойынша олар Мугивараларға Ватер 7-ден кетуге кедергі келтірмеуге келіскен екен. Яғни келісімдерін бұзған жоқ. Сосын Спандам Фрэнки мен Робинді біраз тепкілейді де, алып кетулерін бұйырады. Плотниктар
дозорныйлармен шайқастарын жалғастырады, ал Луфи болса дозорныйлардан қашып құтылып, алға шығып кетеді де, оған бару керек ғимаратқа көпірдің жоқ екендігі белгілі болады. Күтпеген жерден шатырдағы Луфидің алдынан бармен Бруно шығады. Зоролар Фрэнкидің құбыжықтарында отырып, Соги Кингтің жоқ екендігін байқап, Нами Усоптың артынан оралуға ұсыныс жасайды. Алайда Зоро почти 300-ші серияға дейін барлығы мықты болғандарын, ал Усоп бұл тығырықтан шыға алмайтын болса, Соги Кингпін деген еркелігімен қоса, Мугиваралардың қатарында болуға лайықты болмайтындығын түсіндіреді. Усоп болса осы уақытта бірдеменің артына тығылып тұрып, ары қарай не істейтінін ойластыра бастайды. Сосын аяғының астындағы суды байқап, бағанадан бері жылап жатқан гиганттың жанында тұрғандығын түсінеді де, общение печеньенің құдіретін қолданып, гигантқа мұңын айтып беруге көндіреді. В общем, бұл екі гиганттардың пираттық командасында болған екен. Ең мықты теңіз құбыжығын олардың капитандары ғана қирата алатын болғандықтан, кезекті бір аралда кішкентай қыз келіп капитандардан кімнің құбыжығы үлкен деп сұрайды. Әрқайсысы өзінікі үлкендей бастап, ортақ ойға келмегендіктен шайқасқа түседі. Бұның бәрі 100 жыл бұрын болған. Біраз уақыт өткен соң екеуінің де командасы капитандарын тастап, отандарына оралады. Алайда 12 жыл өткен соң, екі капитан да отандарына оралмағандықтан, осы жердегі екі гигант капитандарын іздеуге шығады да, 50 жыл бұрын дозорныйлардың қолына түсіп, капитандары дозорныйларда тұтқында екендігін естиді. В общем, гиганттар 300 жылдан астам өмір сүретін болғандықтан, екеуі 100 жыл қақпадан ешкімді өткізбейтін болса, капитандарын босатады деген келісімге отырған екен. Яғни бүгін олар қақпаны қорғай алмағандықтан 50 жыл қызметтері заяға кетті. Алайда Усоп бұның бәрі өтірік екендігін айтып, дәлел ретінде капитандарының есімдері Доги және Броги екендігін, және осы арнадағы 70-тен 77-ші серияға дейінгі Little Garden аркасы туралы видеоны көрсетеді де, екі гигантты өз жағына өткізіп алады. Әрімен Бруно Луфиға өзінің өте мықты екендігін айтып тұрған сәтте, Луфи ештеме деместен оның жағынан маңқ еткізеді. Коккара Намиға звондап, баяғыда бұл жерде Томсанмен бірге ремонт жасағанын айтады да, көпірді түсіру үшін екі жақтағы башняда орналасқан рычагтарды қозғау керек екендігін түсіндіреді. Немерешка болса бір ғимараттың крышасында Луфиді көргендігін жеткізеді. Дозорныйлардың темір шармен соққысы нәтижесінде Фрэнкидің құбыжығының біреуі чаттан шығып кетеді. Осы уақытта Спандам громкоговоритель арқылы барлық сарбаздарға орталық алаңға жиналуды бұйырады. Паульдар болса уже шаршап қалған уақытта сол жерге гиганттар жақындай бастайды. Дозорныйлар енді точно Паульдарды жеңеміз деп тұрғанда, көтпеген жерден гиганттар дозорныйларды шаша бастайды. В общем, олар 50 жыл бойы алданып жүргендері үшін барлығының көтендерін айырмақшы екен. Бәрі Усоптың арқасында. Спандам өзінің қол астындағыларға тапсырманы сәтті орындағандары үшін екі дьявольский фрукт сыйлайды. Джабураның ойынша, фрукт жеген адам фруктқа жақындайтын болса, екі демон атып шығып шайқаса бастайды. Алайда Бруно бұлай тек фруктты жегенде ғана болатындығын түсіндіреді. Яғни бір фрукт жегеннің өзінде адамның денесі қатты өзгеретін болғандықтан, екі фрукт жеген адам бірден өледі. В общем, дьявольский фруктты жемей тұрып қандай күш беретінін анықтау мүмкін емес болғандықтан, секретарша мен Каку екеуі екі дьявольский фруктты жеп алып, фрукттың дәмі жаман екендігі белгілі болады. Әрімен Фрэнкидің екінші құбыжығы дозорныйлардың соққыларын жесе де, құлар алдында Зороларды қажетті жерге жеткізіп тастайды. Әрімен Бруно орнынан тұрып, Луфиға неше түрлі соққыларын жаудыра бастайды. Луфи болса оны жеңу үшін әшейін күші жетпейтіндігін түсініп, солардың арқасында мықтырақ болғандықтан кездескендері үшін алғысын білдіреді. Әрімен Спандам бөлмесінде вызов 5 шақыратын алтын ұлуды тамашалап отырғанда, күтпеген жерден докладпен бір агент басып кіргенде Спандам селк ете қалады. Сөйтсек, Спандам соңғы баяндамадан соң тұтқаны орнына қоймағандықтан, ешкім онымен байланысқа шыға алмапты. Спандам болса әшейін докладты тыңдаған іш пыстырарлық деп ойлап, улиткафонды алып, Фрэнкиларға келеді де, солардың көзінше докладты тыңдамақшы болып, соңғы баяндамада тек 5-ақ сарбаз жарақат алғандықтан, Луфилардың қолға түскенін бірге тыңдайтындарын айтады. Алайда бұл шайқас, Эннис Лоббидағы ең үлкен шайқас және капитан Луфи жалғыз өзі 1000 сарбазды қиратып, зардап шеккен сарбаздардың саны 2000-нан асып кеткендігі жеткізіледі. Намилар керекті жерге жеткенде, темір шарлы соққыны бақа
тоқтатып қалады. Ал Зоро әшейін соққысымен қақпаны бөліп тастап, өздері алға кетіп, қалғандарына қақпаны күзетуге бұйырады. Әрмен Луфи баздар жоқ стойкаға тұрады да екінші гирді іске қосады. Бруно Текай техникасына сеніп тұрған сәтте Луфи оны маңқ еткізіп мамалатып жібергенде Бруно қашатын тесік таппай қалады. Ал Луфи оны сабалай бастайды. Зоро дозорныйларды шашуын жалғастырып, онигири техникасының көмегімен дозорный NPC-ларды чаттан шығарып жібереді. Фрэнкидің командасы болса Зороның осыншалықты мықты болса да капитан емес екендігіне таң қалып қалады. Бруно өз измерениясына қашып кетеді де Луфидің кенеттен мықты болып кеткеніне басы жетпей тұрады. Сосын Луфидің өзін есікке айландырып жіберіп, жеңуге кішкене мүмкіндігі пайда болады. Алайда Луфи мықтырақ болып шығып, Бруноға қарсы реактивный базука техникасын қолданады. Сосын Луфи үшінші гирді қолданбақшы болады, алайда Бруно уже чаттан шығып кетіп, енді Луфиға тек келесі ғимаратқа өту ғана қалады. Егіз қыздар көпірді түсіру үшін екі башняны шабуылдай бастайды. Луфи айқайлап тұрып Робинді шақырғанда, Спандамға Луфидің уже жетіп қалғандығы баяндалады. Луфи Бруномен шайқасқан соң қарны аша бастайды. Алайда Луфи өзімен ет алып алған болатын. Спандам Робин мен Фрэнкиді правосудия қақпасына дәл қазір алып кету керек деген шешім қабылдағанда, кенеттен Фрэнки үрленіп алып, қазір өз-өзін жарып жіберіп, 3 километр аймақты қирататындығын айтқанда, Спандам дозорный NPC-лармен бірге паника ұстап қаша бастайды. Бірақ сөйтсек, бұл Фрэнкидің ерекше техникасы екен. Фрэнки бұл техниканы Робин мен Луфи сөйлесе алу үшін жасаған екен. Луфи уже Робиндарға қарай секірмекші болғанда, Робин кенеттен көмектен бас тартып өлгісі келетіндігін жариялайды. Луфи бұл жариядан таңғалып қалғанда, Робин жаққа CP9-дықтар жиналып, Луфидің осы жерге дейін келгеніне респект лақтырады. Фрэнкидің командасы шаршай бастайды, ал қақпаны күзетіп тұрған бақаны темір шарлы отряд чаттан шығарып жібереді. Олар өлім жазасына кесілген арнайы жасақ екен. Осы уақытта Зоро крышаға жолды іздеп, адаса бергеннен зайыбалы шығып, үш семсерінің көмегімен торнадо жасайды да крышаны бір-ақ тесіп өтеді. Ал бақаның орнына крышаға жолды күзетуге Соги Кинг екі гиганты алып келеді. Луфи болса Робинға қарап тұрып, осы жерге жету үшін олар ұзақ жүргендіктен өлгің келсе, біз сені құтқарып алған соң бірақ өлесің дейді. Сол сәтте крышаға басқа да мугиваралықтар келіп, Нами Зороға бұл тәсіл оған ұнамайтындығын айтады. Санжи да тесікті пайдаланып крышаға жетіп алады, ал Соги Кингті крышаға гиганттар лақтырып жібереді. CP9-дықтар әзірше бақылап тұрып, мугиваралар оларға бетпе-бет тұрады да Зоро Луфиға тек Фрэнкидің командасы көпірді түсіргендігін күту ғана қалғандығын баяндайды. Спандам болса әдеттегідей тәкаппарлықпен өзін жоғары санап, қолындағы алтын улиткафоны арқылы вызов пити шақыратындығын айтқанда, Робин тоқтауын өтіне бастайды. Сен аузыңды жепші. Сол сәтте Робиннің естеліктері басталады. Робиннің басына помидор лақтырған шиголдар Робинді құбыжық деп атап мазақтай бастайды да, Робиннің жауабынан соң Сиппонти но джутсу техникасын қолданады. Сосын шиголдардың анасы келіп, Робинға ұрса бастайды, ал Робин ештеме демей кетіп қалады. Сосын үйіне келіп, ол бір татешканың үйінде тұратындығы белгілі болады. В общем, Робин уже баласы бар отбасыда Золушка сияқты өмір сүреді екен. Түнде Робин кітапханаға келіп, кітапты тапсыруға келгенін айтады. Кенеттен тосын сый орын алып, барлығы Робинді туған күнімен құттықтап, Клевер деген профессор Робин ақылды болғандықтан, оны археологтар қатарына қосқанын айтады. Сонымен қатар үлкен ағаштың ішіндегі осы кітапхана әлемдегі ең үлкен кітапхана екендігін түсіндіреді. Робин бірден олардың құпия зерттеулеріне қосылғысы келетіндігін айтқанда, профессор Робин археолог болса да, ол құпия зерттеу үшін өмірлерін бәске тігіп жүргендіктен өскен соң бірақ қосыласың дейді. Сонымен қатар Робиннің қауіпсіздігі үшін олардың құпия зерттеулерімен тағы қызығатын болса, археологтар қатарынан шығарып жіберетіндігін ескертеді. Әрімен Робин серуендеп жүріп, жағажайдан бір гигантты тауып алады да, оған ауыз суы қай жерде екендігін көрсетеді. Гигант Робинға қанша өтінсем де бәрібір мен жайлы ауылға айтып бересің ғой я деп сұрағанда, Робин оған бәріне айтатындай сен Қайрат Нұртас емессің ғой дейді. Сосын Робин күлкің бір түрлі екен деп өзін таныстырады, ал гиганттың есімі Ягуар Дисау екен. Сосын өзін жауыз адамдар іздеп жүргендіктен, осы аралда ұзақ қалатын болсам, аралға қауіпті екендігін айтып, сол себепті қайық жасап жатқандығын түсіндіреді. Үзіліс уақытында Робин оған өзі жайлы айтып, фруктының қабілетін көрсеткенде, гигант мүлдем таң қалмай Гранд Лайнда бұдан да бетерін көресің дейді. Сосын Робинға күліп жүруге кеңес береді де, Робиннің неге деген сұрағына
Себебі адам бақытты болғанда күледі, яғни күлгенде бақытты боласың деп жауап береді. Дозорный кеме Ахараға жақындап қалады, ал гигант қайықты жасап болып, сұрақтарының көмегімен Робин Оливияның қызы екендігін және бұл арал Ахара деп аталатындығын біледі де, жағдай ушығып тұрғандығын түсініп, жақын уақытта осы аралға дозорныйлар келіп, бүкіл аралды жойып жібермекші екендерін айтады. Осы уақытта Оливия да келіп археологтарға осы жерге дозорныйлардың келе жатқандығын ескертеді. Бірақ археологтардың бәрі бұндайға дайын болғандықтан ешқайсысы паника ұстамайды. Сосын бізге бұдан бұрын Оливияның қайтыс болған күйеуінің арманын орындау үшін Робинді тастап теңізге шыққан кезін көрсетеді. Сол кезден бастап Робин археологиямен қызығып, интеллект бойынша анасына тартқандығы белгілі болады. Дозорныйлар Ахараға келіп жетеді. Робин болса археологтарға жүгіріп келіп, анасы туралы сұрастыра бастағанда профессор Клевер Оливияның келгенін жасырып, Робинға өзінің археолог екендігін ешкімге айтпауын ескертеді. Әрмен дозорныйлар жергілікті тұрғындарға аралдың басқа жағынан эвакуациялануларын ескертеді. Тұрғындар әрине наразылықтарын білдіріп жатқанда, дозорныйлар ең бастысы ескерткендерін айтады. Оливия турасынан Спандам деген командирді нысанаға алады, алайда бұрынғы сипинайындықтар да мықты болып шығып, Оливияны археологтардың алдына алып келеді де, Спандам ученыйлардың кінәлары толығымен дәлелденгендігін айтады. Себебі дозорныйлар кітапхананы тінту барысында панеглифті оқу жолдары зерттелгендігін анықтапты. Кішкентай Робин дымда түсінбей тұрған уақытта Спандам бұл ученыйлардың панеглифті оқу арқылы көне қаруды шығарып, әлемді жоймақшы болғандарын айтады. Робин ученыйлардың ондай әрекетке барулары мүмкін емес екендігін айта бастағанда, Спандам олар істемесе де, олар уже білетін болғандықтан, басқа біреу оларды қинап істетуі мүмкін екендігін түсіндіреді. Профессор Клевер дозорныйлардың басшыларымен сөйлескісі келетінін айтып, улиткафон арқылы білгенін айта бастайды. Панеглиф жоғалған ғасырдан қалған жалғыз өсиет. Оны жою мүмкін емес. Және онда сол жоғалған ғасыр мен көне қарулар жайлы жазылған. Сонымен қатар бұрын мировое правительство болмаған, ал мировое правительство пайда бола салысымен бүкіл тарих жоқ болып кеткені үлкен күмән туғызады. Профессордың ойынша, мировое правительство бір жамандықты жасап, ізін тазалау үшін бүкіл болған тарихты өтірік жазған. Ал жоғалған ғасыр туралы теориясына Ахара деген атау қояды. Шенеуніктер оны мұқият тыңдап болған соң, бірден профессорды өлтіріңдер деген бұйрық береді. Себебі Ахара тым көп біліп қойған. Спандам есімді Спандамның әкесі бірден вызов пети шақырады да, Ахара аралын жою операциясы басталады. Оливияны тергеу үшін алып бара жатқанда, Робин, сен шынымен менің анам емессің ба не деп жылай бастап, бізге бірнеше Робиннің туысқан тәтесінің қолындағы қиын өмірі туралы естеліктерді көрсетеді. Аралға атака жалғасады. Оливия болса көңілі босап уже жылап жібергенде, Робин бақырып тұрып, өзі де археолог екендігін және панеглифтарды оқи алатындығын айтып жібереді. Спандам Робиннің түрін жаттап алуға бұйрық беріп, дәл қазір аралдан Себастьянус болу керек екендігін айтады. Ал Робин болса бірнеше секундқа анасын құшақтасам деген арманына жетеді. Сол жерге Сауль келгенде, Оливия оны танитын болып шығып, бірге қашып кетудің орнына гигантқа тек Робинді құтқаруын өтінеді. Кенеттен бізге естеліктердегі естеліктерді көрсетеді. Вице-адмирал Ягуар де Сауль ұзақ уақыт археологтарды іздеп жүріп, Оливияны қолға түсіреді де, басшыларға археологтардың тек тарихты білгілері келгені үшін өлтіруге қарсы екендігін айтады. Басшы болса текесіне бір қағазды жегізеді де, барлығы уже шешіліп қойғандығын айтады. Сосын Сауль абақтыдағы Оливияға келіп, оның оқиғасын естиді де, оған қашуға көмектеседі. Фу, наконец видео шығаратын болдым ғой, айтпадың ба, баяғыда босатып алушы едім ғой. Тереш. Әрмен Сауль бірнеше снарядты жеп алады да, бір кемені көтеріп алып, кемені кемеге жабыстырып тастайды. Осы уақытта кітапханадағы ученыйлар кітаптар толығымен өртеніп кетпеуі үшін кітаптарды суға лақтыра бастайды. Аралдың тұрғындары эвакуацияланып, бөлек кемеге тиеліп алады да, Спандамның бұйрығы бойынша Робинді кемеге мінгізбей қояды. Гигантты істен шығару үшін шайқасқа Аокидзи қосылады. Кенеттен бір снаряд ұшып барып, тұрғындар эвакуацияланған кемені жарып жібереді. Бұған тіпті Спандамның өзі наразы бола бастағанда, вице-адмирал Сакадзуки бірдемені бастасаң,
міндетті түрде соңына дейін аяқтау керек екендігін айтады. Сауль Робинді қолына алып қашып кетпекші болады, бірақ Аокидзе Саб-Зиро сияқты мұзымен гигантты құлатып тастайды. Сауль Робинға өзінің күні осы жерде аяқталатынын айтып, жағажайға қайық сияқты бірдеме дайындап қойғанын айтады. Робин жалғыз қалғысы келмейтінін айтқанда, Сауль оған теңізге шықсаң, міндетті түрде сен үшін өмірін қиюға дайын болатын накамалар табатындығын және теңіз өте үлкен болғандықтан жалғыздық тек жаратушыға ғана жарасатындығын айтып болған сәтте, Аокидзе оны толығымен қатырып тастайды. Аокидзе қайыққа Робиннан бірінші жетіп алып, бұрынғы досы Сауль үшін Робинға кетуге мүмкіндік беретінін айтады. Сонымен қатар кімді кінәласаң өз еркің деп бірдемені бүлдіретін болса ұстап алатындығын ескертеді де, бұл аралда ешкім тірі қалмайтындығын қосып, не жалғыз кетесің, не бәрімен қалып көз жұмасың деген таңдау береді. Нәтижесінде Робин қайыққа отырып, келесі аралға бағыт көрсететін Аокидзедің белгісімен Саульдің ақылына құлақ түреді. Ахарада өрт басылып, дозорнылар суда жатқан көптеген кітаптарды тауып алады. Дозорный шенеулік Робинді ұстау керек деген шешім қабылдайды да, кішкентай қыздың басына 79 миллион белли тігеді. Сосын бізге Робиннің қашып жүрген кездерін көрсетеді. Робин бір Апашканың үйінде тоқтап, есесіне оған көмектесіп жүргенде, Апашка ақша үшін Робинді дозорныларға сатып жібереді. В общем, кездескеннің бәрі Робинді тапсырып ақша жасамақшы болады. Сосын бізге Робиннің крокодайлға қосылған кезін көрсеткен соң, Робиннің естеліктері аяқталып, Робин Луфиларға өзі жандарында жүрген сайын Луфилар қауіпте болатындығын түсіндіреді. Яғни іске Аокидзе қосылғаннан бастап тым қауіпті болып кеткен екен. Сонымен қатар Робин шынымен де Мугиваралар күндердің бірінде өзін Абуза деп есептеп кететінен қорқатындығы белгілі болады. Спандам бірден қарқылдап күліп, Робиннің шынымен де Абуза екендігін айтады. Себебі Робинға қарсы 170 мемлекет біріккен мировое правительство тұр, ал олар қарсы шыққан кез келген адамды ойланбай өлтіріп тастайды. Луфи болса Соги Кингқа бұйрық беріп, Усоп сол сәтте мировое правительствоның жалауын өртеп тастап, Мугиваралар мировое правительствоға соғыс жариялайды. Сосын Луфи Робиннан шынымен не қалайтынын сұрағанда, Робин өмір сүргісі келетінін және Мугиваралармен ары қарай жүргісі келетінін айтады. Ал Зоро енді ғана Робинді толығымен түсінеді. Фрэнкидің командасы мен плотниктар үш басты судьяны айырып тастайды, бірақ ол үш басты емес, үш дос екендігі белгілі болады. Фрэнки кенеттен сызбаларды алып шығып, беттерін көрсете бастағанда, Каку мен Луч бірден бұл Плутонның нағыз сызбалары екендігін түсінеді. Сосын Фрэнки Ватер жетіде бұл сызбалар әулеттен әулетке қару үшін емес, қорғаныс үшін сақталғанын айтады да, Спандамның бәрібір Робин арқылы панеглифтарды оқытып, қару жасап шығаратынын түсініп тұрса да, Мугиваралардың Робинді құтқаратындығына сеніп, сызбаны өртеп тастайды. Спандамның Фрэнкиді өлтіруге желаниясы ашылып кетеді, ал Фрэнкидің командасы айқайлап Фрэнкиді шақыра бастағанда, Фрэнки өзінің артынан да біреулердің келгеніне қуанышты болады. Луфи оларды біраз тыңдап болған соң, жылдамдатып көпірді түсірулерін бұйырады. Фрэнкидің назары командасына ауып тұрған сәтте, оны Спандам итеріп жібереді. Ал Луфи Коккараның дәл қазір төменге секірсеңдер, пойызбен қағып алып келесі ғимаратқа жеткіземін деген сөздерін естіп қойып, төменге секіреді де, жолда Фрэнкиді қағып алып келесі ғимаратқа жетеді. Спандам жағдайдың өзгергенін түсініп, Робинмен бірге правосудия қақпасына кетеді де, CP9-дықтардың әрекеттеріне еркіндік береді. Ал Луч ең мықты болғандықтан, оны өзінің оққағары ретінде өзімен ала кетеді. Фрэнки Коккара мен Немерешканы уайымдай бастайды, бірақ екеуінің тек мұрындары ғана қанаған екен. Луфи орнынан атып тұрады, сосын барлық Мугиваралар тұрады да CP9-ды Колобокты кездестіреді. Колобок тіліне ие бола алмайтындығы белгілі болып, ол Робиннің қолдары Кайросекидан жасалған кісенмен байланғандығын, ал оны ашатын кілт CP9-дықтардың қолдарындағы кілттердің біреуі екендігін айтады. Нами болса, олай болса, алдымен Робинді құтқарып алып, сосын CP9-дықтардан кілтті тартып алуға ұсыныс жасайды. Алайда Колобок, олай істесеңдер, бәріміз кілтті лақтыра саламыз деп қашып кетеді. Луфи шайқасқа түсуге шыдамы таусылып тұрғанда, Зоро оны әрең ұстап тұрып, асығыс жоспар құрады. Луфи өзіне Лучты алатын болғандықтан, Мугиваралар алтау қалып, 5 CP9-дықтардан кілттерін тартып алу керек. Луфи алға шығып кетеді.
кетеді, ал немерешка қоянымен бірге лағып жүріп құпия жолды тауып алады да біреудің қарқылдап күлген дауысын естіп қояды. Ал бұл Спандамның дауысы екен. Ол Лучқа Луфилардың правосудия қақпасына апаратын жолды білмейтіндерін айтып, өз-өзін мақтап бара жатады. Немерешка құпия баспалдақты тауып алып, Спандамды аңдый бастайды. Спандам болса уже құпия туннельға жетеді. Фрэнки острық техникасын қолдану үшін 1,5 литр кола жұмсап тастағандықтан, кола іздеп ас бөлмеге жетіп қалғанда алдынан колобок шығады. Намиді Кумадори тоқтатып, екеуі шайқасқа дайындалады. Соги Кинг CP9-дықтардың біреуін іздеп жүріп, бөлмелердің ішінен ұйықтап жатқан Джабураны тауып алады. Санджи бір бөлмеге кіріп қалғанда, оны секретарша шайға шақырады, бірақ Санджи оған шайды дұрыс демдеу жолдарын түсіндіре бастайды. Зоро болса бөлмеге қабырғаны жарып кіреді де, оған қарсылас ретінде Каку шығып, өзі CP9-дықтардың ішіндегі семсерлесе алатын жалғыз адам екендігін айтады. Соги Кинг ұйықтап жатқан Джабураның жанынан кілтті байқап қалады да, қатты сасқалақтап тұрғандықтан кілтті ала алмай тұрады. Кезекті әрекет уақытында Әтеш пайда болып, Әтеш айқайлап қалатын болса, Соги Кингтің біткен жері сол. Бірақ Әтеш өте әлсіз дыбыс шығарады, ал Усоп қатты бақырып қалғандықтан Джабура оянып кетіп, Соги Кингті маңқ еткізеді. Сосын Джабура бұқат етіп тұрып, өзі фрукт жегенін айтады да, қасқырға айланып кетіп, Соги Кингті өлтірмекші болған сәтте, жоғарыдан сол жерге жираф пен Зоро құлайды. Сөйтсе, Каку жеген фрукт оны жирафқа айландырып жіберген екен. Джабура қарқылдап Какуға прикол ұстай бастағанда, Каку жираф деген крутой жануар екендігін айта бастайды. Ал Соги Кинг қашып кетудің орнына ашық тұрған сейфтан Кайрасекидан жасалған наручниктар тауып алады. Зоро жирафтың назарын өзіне аударып, шайқасты жалғастыруға шақырып тұрған сәтте, Соги Кингтің лақтырған наручнигі Зороның қолына ілініп қалады. Соги Кинг кешірім сұрап, төртбұрышты жирафты көргеннен күлкісі кеп промах жасағандығын түсіндіреді. Каку болса ашуланып кетіп, ұзын мойнымен айнала бастайды да, айналмалы соққы жібергенде, соққыдан ғимарат екіге бөлініп кішкене қисайып қалады. Зоро Усопқа соққыдан қашуға көмектесу барысында екеуінің қолдары наручникқа кісенделіп қалады. Луфи Робинді ғимараттың ішінен таба алмай қойғандықтан, правосудия қақпасына водовороттар арқылы қайықпен жүзуді шешеді. Немерешка қоянымен бірге құпия жолдарды зерттеулерін жалғастырады. Кумадори Намиді кашмарит етіп жатып, таяқшасымен өлтіріп тастамақшы болғанда, Нами соңғы сәтте күртешесін шешіп үлгеріп қашып кетеді. Санджи 4 кесе шайдан кейін кенеттен Робин есіне түсіп кетіп, секретаршадан кілттің қайда екендігін сұрағанда, секретарша кілтті бөлішкелерінің ортасына тығып қойғандығын айтады. Бұл сөздерге Санджидің сілекейі ағып кетіп, секретаршадан таяқ жей бастайды. Себебі Санджи қандай жағдай болмасын, қыз балаға қол көтермейді. Бірақ Санджи сонда да соққы жібермей күшін көрсетіп, кілтті беруін талап етіп көреді. Алайда секретарша оның колокольчиктарына соққы жібереді де, аяғын ұстап алып, қазір ерекше бір техника көрсететінін айтады. Кумадори қайтадан Намиді ұстап алып, таяғымен тесіп өтпекші болған соңғы сәтте Чоппер пайда болады да, тұяғымен Кумадоридің жағынан маңқ еткізеді. Ал Нами одан кілтті ұрлап үлгерген екен. Бірақ Чопперге Зороларға көмектесу үшін нөмір 2-ші кілт керек. Сол сәтте жоғарыдан Санджи құлап түседі, бірақ оның жағдайы капец. Нами жоғарыдан секретаршаны көреді де, Санджидан шынымен жеңілдің бе, или жеңіле салдың ба деп сұрағанда, Санджи ешқашан қыз баласына қол көтеруге болмайды деген принциппен тәрбие алғандығын түсіндіреді. Нами болса, қызға қол көтере алмасаң, қол көтере алатын қарсылас таппайсың ба деп, өзі секретаршамен шайқасуға кетеді. Кумадори уже есін жинап келген кезде, оны өз мойнына Чоппер алады. Суға батып атқан Луфиді немерешка тауып алып судан құтқарады да, правосудия қақпасына апаратын құпия жолды білетіндігін айтып, жолда Спандамды аңдығандығын түсіндіреді. Луфи бірнеше тәсілдермен қақпаны аша алмай қойғандықтан, немерешкаларға шетке шығуларын өтінеді. Луфи 3-ші гирді қолданғандықтан, ғимарат қозғалып қалып, қақпада үлкен тесік пайда болады да, Луфи бәрін айыруға кетеді. Фрэнки қанша тырысса да колобокты жеңе алмай тұрады, себебі оның коласы таусылып қалғандықтан соққылары өте әлсіз. Шайқас барысында олар ас бөлмеге өтіп кетіп, Фрэнки тоңазытқышты байқап қалады. Кумадоридің соққысынан тура сол жерге Чоппер ұшып келеді де, кездейсоқтықтың көмегімен Чоппер Кумадориді сол тоңазытқышқа қамап тастайды. Фрэнки бірден Чопперға өзіне 3 бөтелке кола керек екендігін айтады. Бірнеше тәсілден кейін Чоппер Фрэнкиға
3 бутылка кола лақтырып, Фрэнки коланы ішіне салып алады да перезаряжация етіп алғаннан кейін Колобок таяқ жей бастайды. Сосын Колобок орнынан тұрады, ал Фрэнки иығын базукаға айландырып жіберіп, Колобокты тырқырата бастайды да шайқасу барысында екеуі суға құлап кетеді. Ол судың ағымы өте қатты болғандықтан Колобок ракушики техникасының ауада секіру қабілетімен қаша бастайды. Бірақ Фрэнки қолын ұзарта алатын болғандықтан Колобоктың аяғына жармасып алып, теңіз ағымынан аман қалады. Жираф пен қасқыр Зоромен шайқасуға таласып ерегесіп қалады, ал Соги Кинг осы сәтті пайдаланып, жирафтың мықтырақ көрінетіндігін айтып, қайсының мықты екендерін белгісіз деп екеуін шағыстыра бастайды. Кенеттен оның айласы іске асып, жираф пен қасқыр бір-бірімен ерегесе бастайды. Соги Кинг қашып кетпекші болғанда, оны Зоро тоқтатып, бұл тәсіл оларды ұзаққа тоқтатпайтындығын айтып, Соги Кинг екеуі сулифа ойнап, наручник бөгет болып тұрғандықтан, қайсымыз жеңілеміз, сол қолын кессін деген ұсыныс жасайды. Соги Кинг әрине қарсы болып тұрғанда, Зоро қолын кескен адам қолын алып, қайтадан тігіп беру үшін Чопперге жүгірсін деген ойын жеткізеді. Ортақ шешімге келмегендіктен Зоро Усопты семсер ретінде ұстай салады. Колобок айланып тұрып Фрэнкиді ғимаратқа жабыстырып тастамақшы болады, алайда Фрэнки кентаврлы захватымен айналымға қарсы соққы жіберіп, айналымды тоқтатады да Фуккураны жерге жабыстырып тастап, Колобокты чаттан шығарып жібереді. Усоп семсер ретінде жирафтан таяқ жей бастайды. Зоро қайтадан шабуылға шыққанда, Усоп қасқырдан да таяқ жеп алады. Осы уақытта Кумадори тоңазытқыштағы барлық тағамды опырып шығады да өмірді басқару техникасымен тамақты сіңіріп алады. Чоппер в ахуе болғандықтан, Кумадори Чоппердің өтінішімен осы техникасын тағы бірнеше рет қолданып көрсетеді. Шайқасатын уақыт келгенде Кумадори Текай техникасын қолданып, Чоппердің соққылары өтпей қалады. Чоппер дәрісін жегенде өзінің айналу түрлерін көбейтеді. Алайда ол дәріні 6 сағатта бір рет қана жеу керек. Кумадори таяғымен от шаша бастайды, ал Чоппер екінші дәрісін жеп алады. Екінші дәріні уақытынан бұрын жегендіктен, оның айналулары кездейсоқ түрде жұмыс істейді. Чоппер таяқ жеп жатса да, керекті форманы қабылдаудың 8-де 1 мүмкіндігімен шабуылдарын жалғастырып, бірнеше мүмкіндіктен кейін әрең дегенде ойлаған соққысын Кумадориға тигізіп, оны тізеге құлатады. Алайда өзі қозғала алмай қалады. Бірақ Кумадори мықтырақ болып шығып, чаттан шықпай қалғандықтан Чоппер тыйым салынған техникасын қолдануды шешеді де естеліктері басталады. В общем, баяғда докторина Чопперға 3 дәріні жеп алып, бүкіл қаланы жойып жібере жаздағаны үшін ұрсып отырады. Әсіресе дәрігерлерге болатын жағдайлардың бәрін алдын ала зерттеу керек екендігін және Рамблболды қатарынан 3-еуін жеп қойса, ол дәрі жауларын да, достарын да және Чоппердің денесін де аямайтындығын түсіндіреді. Кумадори Чопперді ұстап алып, таяқшасымен тесіп өлтірмекші болған сәтте, Чоппер бәрібір өлетін болса, өзімен бірге Кумадориді ала кетуді шешеді де, үлкен полигондық бұғыға айналып кетеді. Фрэнки Колобоктың қалтасын ақтарып, нөмір 4-ші кілтті тауып алады. Осы уақытта Нами жалаңаш секретаршамен шайқасып жатады да, секретарша уже киініп жатқан уақытта кезекті шабуылын жасайды. Секретарша болса соққыларды оп-оңай өткізіп жіберіп, оттап тұрған уақытта Намидің ғимараттың ішінде найзағай шақыра алатынына таң қалып қалады. Алайда секретарша жеген фрукт оған сабынның күшін береді екен. Короче, сабынның пенасы біреуге тиетін болса, сол адам әлсірейді. Нәтижесінде секретарша асқан жылдамдығын қолданып, Намидің аяғын көпіршікке айландырып жібереді. Фрэнки дыбысқа қарай көтеріліп келе жатып, жарылысты естиді де, құбыжыққа айналып кеткен Чопперді кездестіреді. Құбыжық болса Кумадориді айырып тастап, шетке қарай лақтырып жібергенде, Фрэнки құбыжықтың қалпағы арқылы оның Чоппер екендігін түсінеді. Алайда Чоппер Фрэнкиді көре сала бірден шабуылдай бастайды. Осы уақытта Спандам правосудия қақпасына апаратын жол туралы айтып жатып, уже жақындап қалған Луфидің дауысын естиді де, көтені дірілдеп Роблучқа өзі Робинмен қақпаға жеткенше Луфиді тоқтатуын бұйырады. Әрімен Луфи есікті сындырып кірген уақытта, оны шайқасу үшін уже Роблуч тосып тұрады. Құбыжық Чоппер қабырғамен жоғарға өрмелей бастайды. Гиганттар қақпаны күзетулерін жалғастырып, дозорнылар тым көп болғандықтан шамалары таусыла бастайды. Спандам недовольный түрімен лестницада көтеріліп бара жатып, доклад сұрау үшін улиткафонын қосып қалады. Робин болса Спандамның абайсызда алтын улиткафонды басып жібергенін көреді, яғни бұл дегенің Спандам вызов петиді шақырып жіберді деген сөз. Ал дозорнылардың штабында адмирал Аоки Дзидан вызов пети түсті деп тревога басталады да, ең мықты 10 кеме Энис Лобиға қарай жолға шығады. Робин бірден вызов петиға отмена беруін өтінеді, себебі вызов петидан кейін Энис Лобидан ештеме қалмайды. Спандам болса вызов
Питиді әдейі шақырғанын айтып бөсе бастайды да Робинді билікке 100%-ға сәтті жеткізу үшін шақырғанын түсіндіреді. Сонымен қатар 100 мың адамды құтқару үшін 1000 адамның өмірін қию керек болса, ойланбастан солай істейтінін айтады. Кенеттен ол нағыз улитка-фонның қосылып тұрғанын байқайды да, айтқан сөздерінің бәрін бүкіл арал естігенін түсініп, өзін Луфимін деп таныстырып көреді, бірақ ойы іске аспай қалады. Нәтижесінде барлық дозорнылар аралдан қаша бастайды, ал Луфи мен Лучтың шайқасы басталады. Спандам әдеттегідей Робинді унижать етіп, Роблучтың күші 4000 дорики болғандықтан Луфида шанс жоқ екендігін айтады да, бір теуіп Робинді төменге қарай домалатып жібереді. Роблуч пен Луфидің шайқасы қыза бастайды, ал секретарша болса уже Санджиді айналдырғандай Намиді да толығымен көпіршікке айландырып жібереді. Нами болса таяқшасының көмегімен суық ауа шығарады да гинжутсуын іске қосады. Сол сәтте шайқасқа құбыжық Чоппер басып кіргенде, Нами одан не болғанын сұрамақшы болады. Алайда Чоппердің санасы жоқ болғандықтан, ол Намиді шабуылдап, артынан ваннаны жұлып алады да төменге лақтырып жіберіп, ары қарай жан-жағын қопаруын жалғастырады. Секретарша Намидің техникасы қалай жұмыс істейтінін түсінбей тұрған уақытта, Нами Мираждың көмегімен өзіне тағы 4 клон шығарып алып, найзағаймен шабуыл жасайды. Негізі 5 Намидің біреуінің шабуылы ғана нағыз шабуыл. Алайда соққылар тым көп болғандықтан, секретарша таяқ жеп алады. Бірақ сонда да секретарша берілмей, барлық Намидің мираждарын көпіршіктермен бастырып тастайды. Нами болса алдын ала найзағай қалдырып, найзағайлы найзамен секретаршаны чаттан шығарып жібереді. Сол уақытта Фрэнки құбыжық Чопперді іздеп Намиға келеді де, екеуі бірігіп Чоппердің санасын қайтаруға жоспар құрады. Бірақ одан бұрын кілтті табу үшін секретаршаның қалталарын ақтару керек. Нами Фрэнкиді Луфидің артынан жібереді, себебі бұрын тапқан кілт Робиннің наручнигін шешуі мүмкін. Ал өзі номер 2-ші кілтті алып, Зороларға көмекке баруды шешеді. Құбыжық Чоппер осы уақытта Зороларға жетеді де барлығын шабуылдай бастайды. Зоро болса құбыжықтың қалпағын көріп, Чоппердің жаумен шайқасқанда барлық күшін қолданып құбыжыққа айналып кеткендігін түсінеді. Сол сәтте Фрэнки келеді де желді соққысымен құбыжық Чопперді суға құлатып жібереді. Жираф пен Қасқырдың назары Фрэнкиларға ауып тұрған уақытта, Нами Зоро мен Усопты босатады да Зоро шайқасқа дайындалады. Фрэнки теңіз суының арқасында Чопперді қалпына келтіріп алған сәтте, арт жақтан Немерешка шығады да Фрэнкиға правосудия қақпасына апаратын жолды көрсететіндігін айтады. Зоро жирафпен шайқасын жалғастырады, ал Қасқыр болса соққысымен Усопты кашмарит етіп жатады. Жирафтың Зоромен тең шайқасатындай мықты екендігі белгілі болады, ал Қасқыр уже Усопты өлтірейін деп жатқан соңғы сәтте шайқас алаңына Санджи келеді де Қасқырды өз мойнына алатындығын айтады. В общем, Чоппер төменге лақтырып жіберген ваннадағы судың көмегімен Санджи сабынды көпіршіктен құтылған екен. Мугиваралар үлкен правосудия қақпасының ашылып жатқандығын байқайды да, Робинді құтқарып алған соң Энис Лобидан қалай қашып шығамыз деген жолдарын іздей бастайды. Луфи Роблучпен шайқасын жалғастырады, ал Немерешка болса правосудия қақпасына апаратын жолда Мугиваралар адасып кетпеу үшін қабырғаға стрелкалар салып тастайды. Усоп өзінің әлсіз екендігіне қапаланып отырғанда Санджи әрқайсысымыз өз бағытымызда мықтымыз деп жігерлендіреді. Робин уже 1000-ші рет қашып кетпекші болады, алайда Спандам оны піл семсермен ұстап алады. Санджи Қасқырмен шайқасып жатқан уақытта Нами мен Усоп алға қарай қашып кетеді. Санджи тебісімен Қасқырды қабырғаға жабыстырып тастаған уақытта кенеттен Қасқыр кілтті Санджиға қарай лақтырады да, негізінде Робин өзінің егізі екендігін айтады. В общем, кішкентай кездерінде екеуі ойнап жүргенде дозорнылар Робинді алып кетіпті. Бірақ Санджи Қасқырдың айласына сенбейді де, шайқаса келе Қасқырды жеңу үшін техника қолдану керек екендігін түсінеді. Нәтижесінде Санджи айналып тұрып аяғын отқа орайды да, базар жоқ тебісімен Қасқырды чаттан шығарып жібереді. Сосын Немерешканың салған стрелкаларын көріп, дұрыс бағытты анықтайды. Спандам правосудия қақпасына турасынан апаратын көпірге шыққан уақытта, Робин тағы да қашып кетпекші болғандықтан Спандам оны тепкілей бастайды. Вызов Пити Энис Лобиға жақындап қалады, ал Фрэнки Луфилардың шайқасып жатқан жеріне келгенде, Луфи оны Усоппен болған жағдай үшін әлі кешірмегенін айтады. Сосын екеуі біраз сөйлесіп, Луфи Лучты өз мойнына алатынын
айтады да Фрэнкиға алға шығып Робинді табуын өтінеді. Какудың жираф кейпінде тік төртбұрышқа айналып кеткені Зороға ұнамай қалады. Каку тұяқтарын жылдам сермей бастайды да алшақтан соққыларын жаудырады. Бірақ Зоро қорғанып контр шабуылға шығады. Луфи Лучты құшақтап алғандықтан Луч Фрэнкиді тоқтата алмай қалады. Каку фруктысының күшін үйрене алмай жатып, абайсызда сирақтарын ұзартып алады да ұзын тұяқтардың да плюстарын тауып алып, екеуінің шайқастары біраз уақытқа созылған соң, Зоро оған қарсы қолдары көбейіп кететіндей жылдамдықпен соққы жіберіп, Какуды құлатады да кетпес бұрын Паульдің жұмыстан қуылдыңдар деген сөздерін жеткізеді. Какудың жүрегі үлп ете қалады да жымиып, енді қайда жұмыс істеймін деп жауап беріп, чаттан шығып бара жатып өзіндегі кілтті беріп кетеді. Сол сәтте Зороның жанына Санджи келеді де екеуі бірігіп Робинға қарай кетуді шешеді. Спандам тасбақа сияқты правосудия қақпасына әлі жеткен жоқ. Себебі Робин барынша ұзағырақ уақыт созу үшін көпірге тісімен жармасып алған екен. Луфи Лучтан бірнеше соққыларды жеп алған соң екінші гирді іске қосады. Луч та бұны байқап, ол да өз күшінің екінші фазасын іске қосады. Ал Фрэнки Лучтан өтіп Робинға асығып бара жатады. Спандам болса Робинді арқанымен сүйреп әрең дегенде қақпаның алдында күтіп тұрған дозорный кемеге жетіп қалғанда тоқтап қалып Робинді балағаттай бастайды. Яғни Ахарада болған операцияны басқарған әкесі екендігін айтып, сол жағдайды күлкі қылып тұрады. Фрэнки де көпірге шығады, алайда Спандамның қойып кеткен минасына түсіп қалады. Спандам болса жылдамдығын қосып қалғанда кенеттен желкесіне соққы жеп қалады. Бәрі чөз за хуйня деп тұрғанда бұл соққыны жіберген айдаладағы башняның төбесінен атқан Соги Кинг екендігі белгілі болады. Спандам бірден Робинға оқ атуды бұйырады, бірақ оны Фрэнки денесімен қорғап қалады. Себебі естеріңде болса Фрэнкидің алдыңғы бөлігі киборг. Соги Кинг оларға ішінде кілттері бар орамал лақтырады да Какудан алынған кілт Робинді наручниктан құтқарып, Робин бірден қолдарымен Спандамды чапалақпен тойдырады. Вызов 5 Энис Лоббиға келе алу үшін правосудия қақпасы толығымен ашылады. Қақпа толығымен ашылғанда, қақпа теңіздің ағысына бөгет болмайтын болғандықтан водовороттар жоғалады екен. Луфи мен Лучтың шайқасы жалғасып, Луч Луфидің екінші гирін түсінеді. Яғни Луфи аяғын насос ретінде қолданып, типа стероидтар сияқты қан айналымын жылдамдатады екен. Әшейін адам олай істейтін болса, ол бірден көз жұмады. Алайда Луфи резинке адам болғандықтан Луфи солай істей алады. Сосын Луч Луфидің соңғы кездескеннен мықтырақ болғанын айтып, соққысымен қабырғаны жарып, ғимаратты су ала бастайды. Бұл дегенің правосудия қақпасына апаратын жалғыз туннельді су басады деген сөз. Яғни көмекке асығып келе жатқан мугиваралықтар суға батып өлулері мүмкін. Вызов 5 уже Энис Лоббиға жақындап қалады. Сол кезде бізге іш пыстырарлық филлер арқылы Робин тек қол ғана емес, еще и көздер жасай алатындығын көрсетеді. Вызов 5 Энис Лоббиға жетеді де аралды атқылай бастап, Энис Лобби қирап жатқанда Робин Ахараны есіне алып отырады. Зоро мен Санджи Усопты алып Луфилар жаққа асығып бара жатады. Ал Коккара, Нами және Немерешка Зоролардан кішкене алды жақта жүгіріп бара жатып, өздеріне келе жатқан суды көреді де кері қарай қаша жөнеледі. Луч ауамен секіріп жоғарға шығады да Луфиға достарының железна батып кеткендерін айтады. Луфи да жоғарға көтеріледі де оның накамалары просто батып кететіндей әлсіз емес екендерін түсіндіреді де шайқастарын жалғастырады. Луч отты тоқайымен соққы жібергенде Луфи біраз таяқ жеп алады да үшінші гирді іске қосады. Үшінші гирда Луфи сүйектеріне жел жіберіп үлкейтеді. Луч өзінің ТК техникасына сеніп тұрады. Алайда Луфидің үлкен жұдырығы Лучтың ТК-мен бірге қабырғаны жарып өтеді. Луч соққыдан есінен танып, дозорныйлардың кемесіне сәтті топ ете қалады. Луфи болса үлкен жұдырығын жинап алып, бұл әлі соңы емес екендігін түсінеді. Дозорныйлар болса кемелеріне не ұшып келгенін түсінбей тұрады. Ал Зоролар Намилардың судан қашып келе жатқандарын көреді. Бір вице-адмирал Крутой болып, Энис Лоббидің қирап жатқанын бақылап тұрады да сарбаздарына олардың міндеттері Энис Лоббиді қиратып, Ника Робинді қолға түсіру керек екендігін түсіндіріп тұрады. Луч өз қалпына оралады да екінші раундқа дайындала бастайды. Бір сарбаз Лучты танып қойғанда, барлық сарбаздар кішкене вахуйланып қалады. Сосын сол дозорный Луч туралы айтып береді. 15 жыл бұрын бір патшалыққа пираттар шабуыл жасайды да, пираттардың капитаны патшаға тақты бермесең барлық заложниктарды өлтіремін деген талап қояды. Патша тақты беруге дайын болады, бірақ мировое правительство бұл мәселені шешу үшін өзінің агентін жібереді. Ол құпия ұжымға жұмыс істейтін 13 жастағы мықты шигол. Әрмен Луч пираттардың кемесіне басып келгенде, пираттар оған шабуыл жасап семсерлерін сындырып алғандықтан, басшылары Лучқа берілмесе заложник
заложниктарды өлтіретіндігін айтады. Нәтижесінде Луч беріліп, заложниктардың арасына келеді де, бұл жерде тек заложниктар екендігіне көзін жеткізіп, жалғыз өзі барлық 500 заложникті өлтіріп тастайды да, осы ісімен патшалықты құтқарып қалады. Пираттар өлер алдында Лучқа пушка мен оқ жаудырғандықтан, оның арқасында шрамдар қалып қойған екен. Луфи шабуылға шығады да, аяғын үлкейтіп бір кемені қиратып тастайды, сосын тағы аяғын үлкейтіп мачтаны сындырады. Ал Луч болса Луфидің артына шығады да, ол да тебісімен Луфиді кемеге жабыстырып тастайды. Келесі соққыдан Луфи бір ғимаратқа ұшып кетеді. Көпірде Спандам Робинға қарсы пілдің күшін беретін фрукты жеген семсермен шабуыл жасайды. Бірақ Фрэнки Робинді қорғаштауын жалғастырады. Фрэнкидің командасын арқалап алған екі гигант алғашқы рет келген жерлеріне қашып жеткенде, дозорнилардың кемелері оларды күтіп алып, дозорный командир атуға бұйрық береді. Зоролар мен Намилар бірігіп суға батып жатқанда, Зоро көзін ашып, русалканың артқы бөлігін көреді. Сөйтсек ол Коккара екен. Фрэнки мен Робин күштерін біріктіріп, Робинді алып кетуге келген дозорный кемені тартып алады. Сол кемеге Коккара Мугивараларды алып шыққанда, барлығы Коккараның русалка екеніне таң қалып қалады. Зоро Луфидің шайқасын мұқият бақылап тұрғанда, дозорнилардың кемелері оларды ақырындап қоршай бастайды. Фрэнкидің және Галилейланың командасы мен гиганттарға снарядтар атылып, дозорнилар громкоговоритель арқылы 50 шақты адамды арқалаған екі гигант сәтті өлтірілгендігі туралы баяндайды. Арада 1 минут өткен соң Луфи қалпына келіп, қайтадан екінші гирді іске қосады. Луч оған 6 патша соққысы техникасын қолданғанда, Луфи аспан аралында осындай соққы жегенін айтады. Дозорнилар Зоролар тұрған жер мен Луфидің шайқасып жатқан жерін жалғап тұрған көпірді бұзып тастайды да, Намиларды кемелерімен қоршап алып, оларды өлтіру үшін 200 капитанды шабуылға жібереді. Усоптың көтені дірілдей бастайды, себебі капитан деген ол Смокер сияқты өте мықты дозорнилар. Бірақ походу Смокер ол капитан Про Макс. Себебі мына капитандар NPC-лар сияқты шашылып жатады. Жоқ, шынымен тіпті Намидің өзі найзағайымен бірнеше капитандарды чаттан шығарып жіберді. Капитандар Зороға жабылмақшы болғанда, Зоро бәрін шашып тастап, ең бастысы Луфидің шайқасы аяқталғанша шыдасақ болды дейді. Нами капитандарды чаттан шығаруын жалғастырады, ал Луфи өзінің шегіне жетіп тұра алмай жатады. Сол сәтте мұрны ұзын Согекин күтпеген жерден Усоп болып шығып, Луфиға уже Робинді құтқарып алғандарын, енді тек қашып кету ғана қалғандығын айтып, мына Луч деген жабайы мышықты тезірек айыршы деп өтінеді. Луфи әрине тұрғысы келеді, бірақ шамасы таусылып қалған. Сол себепті Усоп Лучты балағаттап мазақ қыла бастағандықтан Луч ашулана бастайды. Луфи Усоптың өліп кетуі мүмкін екендігін түсініп, таза мінезінің арқасында аяғына тұрады да, Лучқа қарсыласы өзі екендігін айтады. Нами тағы да бірнеше капитандарды чаттан шығарып жібереді, ал Луфи шайқасын жалғастырады. Зоро да капитандарды шашып жатып, жолы болмай, қартайтатын фрукты жеп алған дозорный капитанды кездестіріп қалады да, Юбашири семсерінен айырылып, өзі де чаттан шығып кете жаздайды. Бірақ соңғы сәтте оны Усоп құтқарып қалады. Луфи Лучты жеңбей, жерге құламаймын деген жалынды сөздерімен реактивный пулемет техникасын қолданып, Роб Лучты чаттан шығарып жібереді. Өсек сүйер дозорный сол сәтте громкоговоритель арқылы мировое правительствоның ең мықтылар арасындағы агентін, Мугиваралардың капитаны Монки де Луфидің қолынан жеңілгенін баяндайды. Мугиваралар бұл жаңалыққа риза, ал Пауль болса кенеттен қалтасынан бірнеше километр арқан тауып алып, сол арқанның көмегімен 50 шақты адаммен қоса екі гигантты ұстап қалғандығы белгілі болғанда, Фрэнки достарының тірі екендігіне қуанышты болады. Луфидің шамасы енді толығымен таусылып қалады, ал Усоп оған «Тұршы, братан!» деп айқайлауын жалғастырады. Осы уақытта дозорнилар Мугиваралардың қашып кетпекші болған кемелерін өртеп үлгерген екен. Кенеттен бағанадан бері жоқ болып кеткен Санджи пайда болады. Дозорный вице-адмирал барлық кемеге дәл қазір Монки де Луфиді өлтіріңдер деген бұйрық береді. Барлық Мугиваралар кенеттен төменге қарай секіруді өтініп тұрған бір дауыс ести бастайды да, Усоп төменге қарап Гойнг Мэриді көреді. Робин қолдармен Луфиді төменге құлатады да, барлығы Гойнг Мэридің үстіне секіреді. Санджи кемені аралап, кемеден тірі жан таппағандықтан дым да түсінбей тұрғанда,
айтқанда, Луфи сөйлеген Going Merry'дің жаны екендігін айтады. Ал Робин өзін өлімнен құтқарып алған накамаларына деген алғысы шексіз болып тұрады. Спандам бірден Луфилардың кемесін жоюды бұйырады, алайда кенеттен дозорный кемелер бір-біріне соғыла бастайды. Сөйтсек, Санджи жоқ болып кеткен уақытта ол правосудия қақпасын жауып тастағандықтан қайтадан водовороттар басталып кеткен екен. Дозорныйлар снарядтар мен соққылар жібереді, бірақ Санджи мен Зоро капитандарын қолданып снарядтарды қайтарып тастайды. Себебі Луфи қозғала алмай жатса да кемені қорғағысы келетінін айтқан екен. Going Merry алыстай бастағанда Спандам ашулана бастайды. Себебі CP9-ның барлық күшімен қоса вызов 5-ді қолданғанның өзінде Мугивараларға шамасы жетпей қалды. Робин болса осы уақытта кеменің шетіне шығады да өзінің техникасын қолданып қатыгез түрде Спандамды ана дүниеге аттандырып жібереді. Фрэнкидің командасы мен Галилейла теңіз пойызымен Ватер 7 аралына қайтады. Секси X-дер Паульға арқандары үшін алғыс ретінде оған тройничокқа ұсыныс жасайды. Луфилар дозорныйлардан құтылады да Going Merry'дің мында не істеп жүргенін талқылап, бұл шынымен де кеменің жаны деген тоқтамға келеді. Алдыдан айсберг бастаған Галилейланың кемесі күтіп алады. Луфи қуанышты болып тұрған сәтте кенеттен Going Merry бұзылып қалады. Луфи кеменің басына шығып, айсбергтен кемені жөндеп беруін өтінеді. Алайда айсберг қолынан келгенінің бәрін уже жасап қойғанын және Going Merry'дің уақыты келгенін айтады. Түсіну үшін флешбек. Свалкада жатқан Going Merry'ға айсберг келеді де барлық күшін қолданып примерно жөндеп болған соң алғыс айтқан Merry'дің даусын естиді. Былайша айтқанда, Луфилардың құтқарылғанына Going Merry'мен бірге айсбергтің де көмегі тиді. Айсберг бұндай керемет кемені алғашқы рет көріп тұрғанын айтады, ал Мугиваралар Going Merry'мен өткен барлық сапарларын естеріне түсіре бастайды да Going Merry'мен қоштасып, өртеп, кемені соңғы сапарына шығарып салады. Әрімен барлығы Ватер 7-ге келеді де Зоро ұялып отырады. Себебі тегін алған біреудің мұра болып келе жатқан семсерін былайша айтқанда өлтіріп алды. Аква Лагунадан кейін қала қатты зардап шеккендіктен Пауль бастаған галилейлалықтар қалаға көмекке келеді. Намидің көңіл күйі жоқ, себебі теңізге шығу үшін оларда кеме жоқ. Кенеттен бөлмеге NPC-лар кіріп, Намидің мандаринді ағаштарын алып келеді. Себебі олар тергеуде улика ретінде керек болады деп Going Merry'де болған нәрсенің бәрін сақтап қойған екен. Ал Намидің көңіл күйі бірден көтеріліп кетеді. Сосын оларға Фрэнки келеді де тапсырыс берген 200 миллион тұратын өте сирек кездесетін ағашы келгенін және баяғыдан бері бүкіл Гранд Лайнды жүзіп өте алатын өте мықты кеме жасауды армандағанын айтады. Бүкіл Гранд Лайнды жүзіп өте алған жалғыз кеме Голди Роджердің кемесі дәл сол Фрэнки айтып отырған ағаштан жасалған екен. В общем, Фрэнки сол ағаштан Мугивараларға кеме жасап беруге рұқсат сұрайды. Луфи осы уақыттың бәрінде ұйықтап жатқан болатын. Бірақ Мугиваралардың одан рұқсат сұрайтын ойлары да болмағандықтан Фрэнкиға бірден рұқсаттарын береді. Зоро жағажайға келген дозорныйлардың кемесін байқап қалып, жылдамдатып накамаларына ескертпекші болады, бірақ жолда кішкене адасып кетеді. Кемеден бірнеше дозорныйлар түседі де, ол вице-адмирал Гарптың өзі екендігі белгілі болады. В общем, талпаның айтуы бойынша Гарп кезінде Голди Роджердің өзімен тең шайқасқан екен. Гарп Луфилардың жатқан қонақ үйіне жақындайды да, жұдырығы мен қабырғаны жарып өтіп, Санджи мен Фрэнкидің жанынан өтіп кетеді де, Луфидің басынан маңқ еткізеді. Луфидің ояна сала айтқан сөздерінен Гарп оның атасы екендігі белгілі болады. Ары қарай Мугиваралар серия аяқталғанша Луфидің отбасына таң қалумен болады. Негізі Гарп Луфиді өзінің ізбасары ретінде дайындап тәрбиелеген екен. Алайда Гарптың назары кішкене ауып кетіп еді, Луфи бірден пират болып кеткен екен. Әрмен Гарп пайдалы ақпаратымен бөліседі. В общем, Шанкс 4 Йонканың біреуі екен. Чичибукай, Йонка және Морской дозор әлемдегі тепе-теңді ұстап тұрған 3 жойқын күш екен. Луфидің киіп жүрген шляпасын Йонканың біреуі Шанкс сыйлаған болатын. Есесіне Луфи Шанксқа мықты пират боламын деген уәде берген. Екі NPC Зороға шабуыл жасамақшы болады, бірақ нәтижесінде оған Луфиларды табуға көмектеседі. Гарп екі сарбазын Зороларды айыруға жібереді, алайда Луфи мен Зоро бірнеше секунд ішінде екеуінің көтендерін айырып тастайды. Очки таққан сарбаз тұрады да өзінің есімі Коби екендігін айтады. Луфи біраз ойланып Кобиді таниды да прокачкасына респект лақтырады. Екіншісінің есімі Хельмеппа, бірақ Луфиларға похуй. Әрмен Гарп қиратқан қабырғасын жөндеп жатып, абайсызда тіліне ие болмай, Луфидің локтаунда Баги Клоунның қолынан өлейін деп жатқандағы пайда болған найзағайды жасаған Луфидің әкесі Монкиде Драгон екендігін айтып қояды. Ал Драгон ең қауіпті революционер деп есептеледі екен. Сол жердегілер
келгендердің барлығы в ахуе. Себебі Monkey the Dragonның толық аты жөні құпия деп есептеледі екен. Робин болса пираттар негізі әлемдік билікке соғыс жарияламайды. Бірақ жақында пайда болған революционер Луфидің әкесі болып шыққаны таңғаларлық жағдай дегенде Гарп, артық нәрсе айтып қойдым ғой дейме? дейді де қарқылдап күліп, барлығына айтқан нәрсесін ұмытуларын өтінеді. Әрмен Луфи мен Коби жеке сөйлесіп отырғанда, Коби чисто по-братски дозорныйларда Калмбелттен өте алатын кемелері бар екендігі туралы мемлекеттік құпияны айтып береді. В общем, кеменің асты Кайрасекиден жасалғандықтан теңіз құбыжықтары кемені байқамайды екен. Естеріңде болса, Калмбелт деген Гранд Лайн мен басқа теңіздерді жалғап тұрған мына сызық. Сосын Коби бұның бәрін ойлап тапқан Вегапанк есімді ученый екендігін қосады. Әрмен екеуі кездескен кезді естеріне түсіреді де, Коби сенімсіздікпен морской дозордың адмиралы болатындығын айтқанда, Луфи еш күмәнсіз Кобиға сенетіндігін айтады. Кейінірек Коби Луфи оған шынымен де сенетіндігіне риза екендігін айтады. Сонымен қатар Энис Лоббиді қиратқан Мугиваралар деп жариялағанына уайымдай бастайды. Гарп болса Кобилардың әңгімесін естіп қойып, ондай фигняға араласу үшін әлі ерте екендігін ескертеді. Мугиваралар үлкен мерейтой жасап, барлық Ватер жеті тұрғындары жиналып тойлай бастайды. Робиннің ризашылығы үлкейіп, қабырғаға сүйенген уақытта көтпеген жерден онымен Аокидзе сөйлесе бастайды да, Робиннан бұл жолы неге қашып кетпегенін сұрайды. Робин болса баяғыда Саулдың айтқан накамаларын тауып алғанын айтады. Аокидзе болса тірі жүріп мықты бол дейді де кетіп қалған соң мерейтой ары қарай жалғасады. Ал Меридзой деген қасиетті жерде тревога басталады. Себебі дозорныйлардың Гранд Лайнға жіберген кемелері қиратылып, Рыжий Шанкс пен Белаус байланысқа шыққан екен. Шанкстың кемесі Белаустың кемесіне жақындағанда, Белаустың бір адамы әлсіз NPC-ларға кетулерін бұйырады. NPC-лар бұндай бұйрықты түсінбей тұрған уақытта кемеге Шанкс мініп, примерно 100 лям тұратын пираттар әшейін Шанкстың рухани күшіне шыдай алмай тала бастайды. Шанкс Белауспен амандасады да өзінің туған жері Вестблюдан алып келген шарабын ұсынады. Екеуі біраз сөйлескен соң Белаус Шанксты Голди Роджердің командасында жүргенде мықты болатының анық болған дейді де, сол кезде жанында болған клоун туралы сұрайды. Шанкс болса клоунмен сөйлеспегелі біраз болғанын айтып, Вестблюда пират болып жүргенін естігенін айтады. Әрмен Белаус Шанкс пен Сұңқар көздің шайқасы әлі есінде екенін айтып, Вестблюда оны кім қолсыз қалдырғанын сұрайды. Шанкс болса қолын пираттар дәуірінің жаңа эрасына тіккен ставкам деп жауап береді. Әрмен Шанкс ешқандай жарақаты көзіндегі жарақат сияқты ауырмайтындығын айтады. Бұл шрамды оған Маршал де Тич, яғни Черная Барада салып кеткен екен. В общем, Шанкс турасынан Белаусқа әзірше Тичқа тиіспеуін өтінеді. Себебі олай істесе жағдай қиындап кетуі мүмкін екен. Бұл сөздерге Белаус біраз ашуланып, командасына келген кез келген адам өзінің баласы болатынын айтады. Ал Тич кешірілмейтін күнә жасағандықтан, яғни өз накамасын өлтіріп кеткендіктен, Шанкстың өтініші қарастырылмай Тичтің өлуі керек екендігін айтады. Шанкс болса шарабын ішіп алады да әлемдегі ең мықты адамның күшін тексеріп көреді. Соққыдан аспан екіге бөлініп әңгімелері жалғасады. Осы уақытта Ватер жетіге почта келіп, Мугиваралар Энис Лоббиді қиратқан өздері екендігін біледі де, Луфи басына тігілген сумманың өсетініне қуанышты болады. Нами болса қанша ақшалары қалғанын тексеріп көрмекші болады да, сейфқа басын тығып қыстырылып қалады. Нами қалған ақшалар қайда екенін сұрағанда, Луфи мерейтойға жұмсағанын айтып, Нами ашулана бастайды. Айсберг Сан мен Галилея компаниясының плотниктары Фрэнкиға Мугивараларға арналған кемені жасауға көмектесе бастайды. Айсберг Фрэнкиға арманы туралы есіне түсіреді де, негізінде Фрэнки Мугиваралар қатарына қосылып, жасаған кемесі Гранд Лайнды бағындырғанын көргісі келетінін білетінін айтады. Усоп кешірім сұрағанға батылы шыдамай, командаға оралудың бірнеше тәсілдерін қарастыра бастайды. Коккара локпосттың дайын екендігін көріп, келесі бағыт русалкалар аралы екендігін айтады. Санжи бұны естіп қуанышында шек болмайды, алайда көрген русалкасын есіне түсіріп, көңіл күйі түсіп қалады. Фрэнкидің командасы Мугивараларға олардың жаңа листовкаларын алып келеді. Енді Мугиваралардың бүкіл командасының қосындысы 600 миллион тұрады екен. Луфи 300, Зора 120, Нами 16, Чоппер 50 теңге, Ника Робин 80, Соги Кинг 30, ал Санжи 70
67 миллион. Еще Фрэнкидің басына 44 миллион. Кейінірек оларға Галилейланың адамдары келеді де кеменің дайын екендігін жеткізеді. Мугиваралар кеменің бір түнде жасалып шыққанына әрине ахуя, бірақ әлемдегі ең мықты плотниктар үшін таң қаларлық жағдай емес. Луфи кемедегі газонға домалап болған соң, айсберг оған Фрэнкиді күшпен алып кетуге кеңес береді. Себебі Фрэнки Мугиваралармен кеткісі келсе де, достарын тастап кете алмайды. Осы уақытта Фрэнкидің бандиттары Фрэнкидің Луфилармен кетуіне итермелейтін жоспар құрады да, Фрэнкиді мировое правительство іздеп жүргендіктен, оның жанында жүру қауіпті екендігін айтады. Фрэнки болса похуй емес па деп тұрған уақытта, бір NPC оның тұрсыйын шешіп алып, барлығы қаша жөнеледі. Фрэнки өзінің NPC-ларын айыра бастайды, алайда біреуі тұрсыйды лақтырып пас береді де, тұрсый енді Луфидің қолында болады. Фрэнки қуып бара жатып Луфидан кеме ұнады ма деп сұрайды. Луфи кеменің мүмкіндіктерін әлі білмесе де ұнағандығын айтады. Әрмен тұрсыйды чоппер аузымен қағып алады, ал Фрэнкиді пушкаға тығады да кеме тұрған жаққа қарай ұшырып жібереді. Сосын Фрэнкиға тұрсыйды қайтарып алғысы келсе, Мугиваралар командасына қосылу керек екендігін айтады. Фрэнки болса өзінің фирменный стойкасына тұрады да, кенеттен татағы жалтырай бастап қосылмайтындығын айтады. Робин көмектесуді шешеді де, қабілетін қолданып керекті жерге удушающий жасайды. Фрэнки бұндай жағдайды мүлдем көткен жоқ. Сол сәтте айсберг келеді де, Фрэнкиға арманнан қаша бермей, Томпсонмен болған жағдайға өз-өзін кінәлауды тоқтат деген ақылын айтады. Фрэнкидің командасы оған сөмкесін лақтырады да, Фрэнкидің бақытты болғанын қалайтындарын айтқанда, Фрэнки жылап тұрып достарына деген ризашылығын білдіреді. Кенеттен сол жерге вице-адмирал Гарптың кемесі келеді. Бұдан бұрын ол немересін тұтқындағысы келмеген болатын. Алайда жоғарыдан бұйрық түскендіктен оның басқа амалы жоқ. Кенеттен флешбек басталады. Фрэнки алғашқы рет ватер жетіге келгенде, жергілікті бандиттардың шабуылына тап болып, барлығының көтендерін айырып, басшы болып кеткен екен. Сосын егіздерді кездестірген кезді және Фрэнки кланын құрған кезде барлығы бақытты болған кездерін көрсетеді. Фрэнки командаға қосылуға шешім қабылдай алмай отырған уақытта, Зоро мен Санджи жүгіріп келіп, оларды тұтқындауға Гарптың өзі келгендігін жеткізеді. Нәтижесінде Фрэнки арманын орындау үшін Мугиваралардың командасына қосылады. Кеме теңізге шықпай Усопты тосып тұрғанда, Фрэнки Усоптың неге жоқ екендігін сұрайды. Сөйтсек Санджи Луфиға Усоп міндетті түрде келеді деп айтқан екен. Түсінікті болу үшін флешбек басталады. Луфи Усопты шақыруға бармақшы болғанда, оны Зоро тоқтатып қалып, кім қазір Усоптың артынан барады, соны өмір бақи сыйламай кететінін айтқан екен. В общем, Зоро командадан шығып кете салу ойыншық емес екендігін және капитанға бағынбайтын команданың болашағы жоқ екендігін айтады да, Луфиға кез келген адамға намысыңды таптататын болсаң, бірінші болып командадан кетіп қалатындығын ескертеді. Яғни Усоп өз күнәсін түсініп, кешірім сұрап келуі керек. Егер ештеме болмағандай командаға қайтадан кіргісі келсе, Зороның өзі оны қуып жібереді. Сразу болмаса да Мугиваралар Зоромен келіседі. Әрмен Гарптың лақтырған снарядының жылдамдығы пушкадан да жылдам екендігі белгілі болады да, Гарп тағы 1000 снаряд алып келуге бұйрық береді. Мугиваралар Гарптан қаша бастаған уақытта Усоп жүгіріп келеді де, шамамен 10 этаж биіктіктен секіріп кетіп, белгісіз жолмен аяғы сынбай, жағажайға жүгіріп келеді де, вице-капитан ретінде командаға оралуға дайын екендігін айтады. Бірақ сосын бұндай қатынасымен ешкім оны сыйламайтынын түсініп, бақырып тұрып кешірім сұрайды да, командаға оралғысы келетінін айтады. Луфидің жүрегі пішнә болып кетіп, қолын созып Усопты кемеге тартып алады да, Усоп командаға оралады. Кенеттен Фрэнки парусты жинауға ұсыныс жасағанда, Луфи жаңа накамасының ұсынысын қолдайды. Ал вице-адмирал Гарп болса Луфиларды неужели беріле салмақшы деген ойға батады. Фрэнки жылдамдықтарын арттыратындарын айтады, алайда арттырар алдында міндетті түрде кемеге атау таңдау керек. Неше түрлі нұсқаларды қарастыра келе барлығы айсбергтің ұсынған Саузен Сани деген атауға тоқталады. Сосын Фрэнки барлығына ватер жетіні соңғы рет тамашалап қалуларын ескертеді. Себебі жылдамдықты арттырған соң ол көрінбей қалады екен. Луфи атасымен давайласады да, ватер жеті тұрғындарымен қоштасады. Ал Гарп болса өте үлкен снаряд алып шығып соққы жібергенде, Фрэнки кеменің нитросын қосып жіберіп, Мугиваралар бір сәтте 2-3 километрді артта қалдырады. Гарп болса немересі үшін мақтан тұтып қалады. Баратти мейрамханасында фотограф Санджиді түсіре алмай қалғандықтан, оның салынған суретіне қарап барлығы хаха ұстайды. Луфидің өскен жеріндегілер де Луфидің көтеріліп кеткенін тойлай бастайды. Усоптың бұрынғы командасы Каяға келіп, Усоптың басына 30 миллион тігілгенін көрсеткенде, Кая Усоп қайтып келгенде оны емдеу үшін медициналық қабілеттерін
күштерін арттыруға кетеді. Шигол NPC-лар Зоро сияқты болғылары келетінін айтады. Ал Намидің дядькасы Намидің суреті слишком сексуальный болып шыққанына көңілі толмай тұрады. Докторина Чоппердің аман екеніне қуанышты. Арабаста патшалығында шенеуліктер Робиннің Мугиваралар қатарында екендігіне таң қалып, Вивиға қалай айтамыз дей бастағанда, Виви олардың аман екеніне қуанышты екенін айтып, мүлдем көңіл күйі түспегенін түсіндіреді. Монкиде Драгонның әскері кезекті бір мемлекетті жаулап алып, Драгон Луфи туралы жаңалықтарды естиді де сыртқа бөлек шығып, Луфиға ештемеге қарамай қалаған нәрсесіне жетуін тілейді. Смокер 50 миллион тұратын кезекті бір пиратты тұтқынға алып, Луфилардың листовкаларын көреді де, міндетті түрде Луфиді Новый Мирда тұтқындайтындығын айтады. Гранд Лайндағы Банара деген аралда Маршал де Тич, яғни Черная Борода командасымен Луфиді іздеуге шығады. Оларды Эйс тауып алып жолдарын бөгеген уақытта Черная Борода Эйспен амандасып, оны өз командасына шақырады. Эйс бірден бас тартады, ал Тич әңгімесін жалғастырып, бірінші кезекте Луфиді қолға түсіретіндерін айтқанда, Эйс Луфи оның інісі екендігін айтып, жоспарының күл талқанын шығаратындығын ескертеді. В общем, шайқас басталып, Черная Борода командасына Эйстің мықты екендігін ескертіп, бөгет болмауларын бұйырады. Сосын Логия санатындағы ең мықты деп есептелетін Ями фруктың түнек қабілетін көрсете бастайды. Эйс негізі Тичті Белаустың командасындағы 4-ші дивизион командирін өлтіріп тастағаны үшін кек алуға келген. Тич болса іздеп жүрген фруктты сол 4-ші дивизион капитаны тауып алғандықтан, оны өлтіргеннен басқа амалы болмағанын айтып болған соң, түнек күшін көрсете бастап, бүкіл қаланы түнекке енгізіп, артынан сынықтарды лақтырып тастайды. Бірақ Эйстің күші тоже Логия, тек от. В общем, Эйс шабуылға шығады. Алайда Тич еще магнит сияқты тарталады екен. Сонымен қатар оның түнек фрукты Кайрасеки сияқты фруктовиктардың күшін сорады екен. В общем, екеуі біраз шайқасып, Эйс жеңіле бастайды да, Тич Эйстің күшін тек өлтіре салған жалко деп, тағы да оны өз командасына шақырады. Алайда Эйс оны балағаттап, Белаусты міндетті түрде пираттардың патшасы қылам деген сөзімен, екеуі максималды түрде күштерін көрсеткен сәтте 325-ші серия, яғни Энис Лобби аркасы толығымен аяқталады. Келесі видеода Мугиваралар Брук деген скелет адамды кездестіретін болады. Рад приветствовать вас! Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Келесі серияларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, видео көбірек просмотр жинау үшін лайк басып, комментария жазуға шақырамын. Әрмен әдеттегідей келесі видеода кездескенше күн жақсы.